Баршаңызға сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Ең алдымен маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Ең біріншіден, бүгін сіздермен осындай үйде дайындалатын сіздермен онлайн мастер-класс молочная девочка тортын әзірлейтін боламыз, яғни сүтті қыз тортын әзірлейтін боламыз. Ең алдыменен 3 жұмыртқамызға сгущенкамызды, қойылтылған сүтімізді салып, жақсылап миксермен миксерлейтін боламыз. Көпіргенше видеода көрсетілгендей етіп, енді үстіне сары майымызды, сливочный масломызды құйып, оны да жақсылап миксерлейтін боламыз бірге. Ал енді ұнымызға қопсытқышымызды құйып, жақсылап оны да бірге араластырып, осындай жаңағы қоймалжың масса шығуы қажет. Мына осындай қоймалжың масса шығу керек, өте осындай әдемі болып көрінеді. Ал енді 2 пергамент қағазымызға осылай 2 қасықтан құйып, жаңағы қызып тұрған 180 градуста 7-8 минутта золотистый свет жаңағы алтын түске боялғанша осылай пісіріп аламыз. Ал енді ыдысымызға алып, осындай 33% сливкамызды құйып, 500 грамм жақсылап миксерлейтін боламыз. Осылай жақсылап миксерлеп болғаннан кейін үстіне жаңағы сахарный пудрамызды салып, және де творожный сырымызды салып жіберсек болады. Ал енді креміміз дайын болды. Одан кейін енді осындай кольцомызға торттарымызды жинастыратын боламыз. Ал енді бетін жауып, негізінде бір түнге қойып қойсаңыздар, осындай өте жұмсақ болады. Мен бір түнге қойып қойдым. Ал енді креміне осылай бетін жағып, әдемелеп тегістеп шығамыз, және де безендіруді өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Өте дәмді, жұмсақ, тапсырысқа жасалса болады. Маған тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаймыз. Өте күшті, әдемі сәндеуді өз қалауларыңыз бойынша істесеңіздер болады.